Сіздер перекис водороданы қолтықтарға жағатынын естідіңіздер ме? Оны не үшін қолданады? Перекистің осындай қолданылуы қандай пайдалы әсер береді? Және бұл әдісті өзіңізде қолдануға тұрарлық па? Осы сұрақтарды қарастырайық. Соңында перекисті қолдану ерекшеліктері мен сақтық шаралары туралы айтып өтеміз. Перекис водородының ерекше қасиеті неде? Бұл зат тек өте күшті оксидатор ғана емес, сонымен қатар таңғажайып антисептикалық қасиеттерге ие. Жоғары концентрацияларда перекис жараларды және зақымдануларды дезинфекциялау үшін, сондай-ақ беттер мен бөлмелерді өңдеу үшін қолданылады. Перекис тек бактерияларға ғана емес, сонымен қатар вирустарға да қарсы тиімді. Көптеген адамдар оның тұмауға және суыққа қарсы тиімділігін естіген болар. Соңғысы, бірақ кем емес маңыздысы, перекис сіздің тіс дақтарынан арылуға және ақ күлімсіреу алуға көмектеседі. Оны тіс ағартқыш ретінде қолдану жеткілікті. Осылайша, перекис водороды көптеген пайдалы қасиеттері бар таңғажайып зат болып табылады. Бірақ неге оны қолтықтарға қолдану керек? Қолтықтар тер бездері орналасқан орын екенін бәріміз білеміз. Жазда біз тердің жағымсыз иісінен арылу үшін әртүрлі дезодоранттарды қолдануға тырысамыз. Алайда, бұл құралдар тек жағымсыз иісті ароматизаторлармен жауып қояды. Ал кейбір адамдар оларды қолданса да нәтиже шықпайды. Неліктен кейбір адамдарда терлеу ерекше күшті болады, және олардың тері жағымсыз иіске ие болады. Бұл жағдай гипергидроз деп аталады. Яғни терлеудің артық болуы. Гипергидроз өте ыңғайсыз болуы мүмкін, және өмір сапасын төмендетеді. Бұл жағдайдың пайда болуы әртүрлі факторлармен байланысты болуы мүмкін. Мысалы, тұқым қуалаушылық, стресстік жағдайлар, физикалық белсенділік, гормондық өзгерістер, белгілі бір дәрі-дәрмектерді қолдану немесе жүйке жүйесінің бұзылуы. Бұл аурудың ең таралған түрі бастапқы гипергидроз. Ол жүйе тұқым қуалайды. Екінші реттік гипергидроз қалқанша безінің ауруы, қант диабеті, жүрек қан тамырлары аурулары, жүйке жүйесінің бұзылуы, дәрі-дәрмектерді қолдану және басқа аурулармен байланысты болуы мүмкін. Перекис водороды қалай көмектеседі? Перекис водороды гипергидроздың белгілерін азайтуға, антисептикалық және бактерияға қарсы қасиеттерінің арқасында көмектесуі мүмкін. Перекис қолтықтарға арналған дезодорирлеуші құрал ретінде қолданылуы мүмкін. Себебі ол жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды жояды. Қосымша әсері ол теріні құрғатады. Бұл терлеуді азайтады. Бұл құралды қалай қолдану керек? Артық терлеуге қарсы перекисті қолданғанда оны дұрыс қолдану қажет. Себебі теріде күйіктер немесе тітіркенулер болмас үшін кейбір ережелерге сай болу керек. Бұл құралды сумен араластырып пайдалану керек. Ертіндіні дайындау үшін 3% перекис суының бір бөлігін және судың бір бөлігін араластыру керек. Бұл концентрацияны төмендетуге көмектеседі және күйіктерден сақтануға мүмкіндік береді. Қолданар алдында қолтықтарды жуыңыз және құрғатыңыз. Себебі бұл инфекциялардың немесе тітіркенулердің алдын алуға көмектеседі. Ертіндіні қолтықтарға қолдану үшін мақта дискісін немесе жұмсақ губканы пайдалану ең жақсысы. Бұл ертіндіні теріге біркелкі жағуға және қолмен байланысудан аулақ болуға мүмкіндік береді. Себебі қолда бактериялар болуы мүмкін. Сіз өз денсаулығыңызға назар аударатыныңызды білеміз. Біздің бейнеміз сіздің мәселеңізді шешуге көмектескенін үміттенеміз. Бізге кері байланыс маңызды. Біз сіздердің пікірлеріңізді мұқият оқып, жаңа бейнелер жасау кезінде ескереміз. Артықшылықтарға қол жеткізу үшін ертіндіні қолтықтарға жұқа қабатпен жағыңыз. Ертіндінің тым көп қолданылуы терінің құрғауына және тітіркенуіне әкелуі мүмкін. Перекисті жиі қолдану терінің құрғауы мен тітіркенуіне әкелуі мүмкін. Процедураны күніне 1 реттен артық және аптасына 3 реттен артық қайталамау ұсынылады. Сонымен қатар, перекис қол мен аяқ ванналары үшін де қолданылуы мүмкін. Бұл терлеуді азайтуға көмектеседі. Ванна жасау үшін жарты стакан перекис суын 3 литр жылы суға қосып,
Қолдарыңызды немесе аяғыңызды осы ерітіндіде 10-15 минут ұстау керек. Бұл терідегі бактериялық жүктемені азайтуға және терлеуді азайтуға көмектеседі. Перекис суы қолтықтардағы жағымсыз иісті және терлеуді азайтуға тиімді әдіс болуы мүмкін. Бірақ оны ашық жараларда, кесілген немесе сызаттарда қолданбау керек. Зақымданған теріде перекис қолдану одан әрі тітіркенуге әкелуі мүмкін және жазылу процесін тежей алады. Сондай-ақ, бұл құралды қолдануға қарсы көрсетілімдерге аллергия немесе тері аурулары, мысалы экзема мен псориаз жатады. Ал сіз гипергидрозбен қалай күресесіз? Перекис суын пайдаланып көрдіңіз бе? Бұл бейне сізге пайдалы болды ма? Оны таныстарыңызға айтыңыз және арнамызға жазылыңыз. Біз халық медицинасынан пайдалы және қолжетімді рецепттерді әркімге жеткізуге тырысамыз.